Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа бар ма? Өзі берген өмірін өзі алған. Сіз жоқсыз арамызда, жылап қала бердік біз артыңызда. Орның қалда ортайып асыл әке. Не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз, өмірге бағынамыз, еске алып, өзіңді жабығамыз, сол бір асыл бейнеңді, жан әкетай аңсаймыз да бәріміз сағынамыз. Жетілді ұл қыздарың, жұлдыздай аспандағы, әке атына кір келтірмеу армандары. Еңбекке араласса алдағы күн, кейінгісі ананың қол қанаты. Сағынып еске аламыз біз өзіңізді. Енді мен айтсам, конечно, на всю жизнь в сердце врезалась, на всю жизнь жүрегімнен кетпейді енді, конечно. Солай аңсап, өзін вспоминать етіп отырам. Кішкентай кезімде бірге жатамыз ғой. Енді қолдарында өстім ғой. Папка мен маманың енді ата, апа деп айтқан жоқпын ешқашан. Мама, папа деп айтатынмын. Жатамыз ғой түнде. Сол кезде начинались мои вопросы. Пап, солнцаның үйі қайда, лунаның үйі қайда, аспан неге сондай үлкен деп. Вот я начинала его кешке жақын перед сном вопросами мучить. Сол кезде ерінбей соны постоянно айтып жататын екенбіз. Подолгу с ним разговаривали солай. Ешқашан ерінбейтін, соның бәрін айтып жататын. Вот солай. Мен отырып алам, Асёка, Қайрат, и просили про войну рассказать, помню всякое, вот всегда тоже рассказывала. Енді, если вспоминать, конечно, много чего, как я гордилась в школе постоянно, когда он приходил на 9 мая, рассказывал историю, я такая гордая тоже в школе ходила. Ой, много чего, сондай бір салмақты такой, добрый бір адам бол еді. Сол. Біздің ата мен әже ерекше алтын адамдар болған. Көп нәрселерді мен ол кісілерден үйрендім. Есімде ата бірінші рет мені мектепке сол кісі апарған. Бір қолда Қайратты ұстап, бір қолда мені ұстап. Сонда мектепке барып, емтиханды тапсырғанда Қайрат Бөтақан менің фамилиямды айтып, ол соймаған. Сонда Қайрат жылап үйге бара жатқанда. Сонда ата күліп оған айтады: «Өй балам, Рыжиков деп неге фамилиянды айтпадың?» деп. Ол әзіл болатын. Бізде Рыжик деген үйде ит болған. Соны ата әзілдеп күшті айтқан ғой. Сол әзілді Қайрат екеміз есімізге түсіріп күліп аламыз. Есімде еще мен университет бітірейін деп атқанда, емтиханнан шығайын деп атқанда, қарайым, ата тұр үлкен очкимен маған қарап күліп. И сонда маған есімде Асқар Тау сияқты маған көрінген ата: «Балам, тапсырдым ба?» деп. Сонда ата маған уақытын бөліп, қолдап келіп тұр. Ерекше адам болған ата. Мәңгілік менің жүрегімде қалады. Мен кішкентайымнан атам мен апамның бауырында өстім. Атам өте ақылды, сабырлы, білімді адам болды. Бізге көп ақыл айтатын.
біреудің ақысын жеме, ұрлама, жалқау болмаңдар деп отыратын. Сол кісілердің берген ақылымен әлі күнге дейін ұстанып келем. Кішкентай кезімізде балалық шағымызда қияншылықтар да жасадық. Сол қияншылықтардың барлығын кешіріп, ақыл қылып айтатын. Мен мақтанам сондай кісілерден тәрбие алғаныма, сондай атам мен апам болғанына. Нағыз құрметпен еске алатын кісі болса, ол біздің Омарбек атамыз. Қазір атам туралы көп жылы сөздер айтуға болар еді. Бірақ балалық шағында атам туралы есте қалғаны әдемі кісі болғаны. Орысша айтқанда высокий, статный. Его всегда можно было издалека заметить. Сабырлығы, ешқашанда дауыс көтергенін естіген жоқпын. Бала кезімізде Айдос, Олжас, Нурикпен ата әжемнің үйінде ойнап, жиі ушу көтергенбіз. Сондай кездері атамнан ешқашанда жаман сөздер естіген жоқпын. Сондай сабырлы адам еді. Атам екеуміз қарт ойнауды жақсы көргенбіз. Соны атам біліп, бізге Микоянға жиі келіп жүретін менімен қарт ойнауға. Сонда мені 2 шестерка картпен жеңген кездер болғанда айтатын: вот тебе шохи на погоны деп. Сонда оның бала күлкісін қазір осы аудио жазып жатқанда сондай жылы сезімдермен еске алып жатырмын. Я помню, когда нас родители на выходные всегда отвозили в большой дом Каташки с Ажекой. Мы с братьями играли в шпионов. И по дому, по квартире всегда бегали, прятались от Аташки нашего, так как знали, что он участник Великой Отечественной войны. Но тогда мы до конца не понимали, через что он прошел. Но по рассказам примерно знали, что он военный, что прошел войну. И нам было всегда интересно, и мы пародировали, и подражали ему. И играли всегда шпионов, и прятались по дому. Где он ходил, мы за ним как будто бы следили. А он делал вид, что не видит нас. А бывало, иногда резко повернется, а мы думаем, что он нас не видит, а он, оказывается, нас всегда везде замечал. Просто нам подыгрывал. Мен және менің қарындасым атам мен апамның қолында өстік. Сол кісілердің тәрбиесін алдық. Уақыт өте келе, балалық шаққа көз жүгіртсем, мені ішімнен тек жылы сезімдер толтырады. Бұл атамның ерен еңбегі. Бала күнімде бізге деген қамқорлығы, мейірімділігі, әзілдері есімде. Атамның құрметті, адал, жомарт кісі болғанына, көптеген жандарға қол ұшын беріп көмектесуге дайын болған кісі екендігіне біраз адамдардан естідім. Атам менің үлгі өнегем, мақтанышым. Менің сүйікті атам ең мейірімді жан. Маған әрқашан қамқорлықпен қарайтын. Ағаларым әзілдеп атаны менің крышым деп атайтын. Атам мені еркелетіп, ешкімге көрсетпей, тек маған ғана тіттілерге ақша беретін. Ал мектептен келе жатқанымда терезеден қарап, мені күтіп отыратын. Келген кезде әрдайым маңдайымнан иіскейтін. Апа мен ата кешке телевизор қараған кезде Нурик екеуміз қастарында жататынбыз. Нурик апаның қасында, ал мен атаның. Ата ұйықтайтын кезде менің маңдайымды иіскемей жатпайтын. Маманың айтуынша, мен сәби кезімде мені жуындырғанын сүйсіне қарап тұратын. Мен осындай жылы естеліктер үшін атама алғысым шексіз. Сен әрқашан менің жүрегімдесің.
Жалғап өскен ағайынның арасын, қайран әке бір төбе дарасың, тірі болсың артындағы ұрпағың, әкешім мәңгі есте қаласың. Қол жайып, әумін деп бата оқып, жүреміз талай барып қабіріңе. Мейіріммен жымиған күлкіңізді еске алып мәңгілікке сағынамыз. Жатқан жерлеріңіз жан әке жайлы болып, сәуле шашып тұрсыншы қабіріңде.